Әзірет Әбу Бәкірге жасалған қиянат. Расулалла бір күні Дарул Акрамда бір топ сахабамен сұхбаттасып отырады. Араларында пайғамбардың садық досы Әзірет Әбу Бәкір де бар. Ислам жолында өз бастарын құрбандыққа тігуге даяр шәкірттер тәухидті, Алланың бірлігін жалпы жұртқа жариялауға асыққан. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм әр нәрсенің уақыты толып мерзімі болатынын айтып, абай болуға шақырып, әлі санымыз аз, қатарымызды көбейтіп алайық десе де, мүминдер өздері татқан иман ләззатын өзгелерге жеткізуге асықты. Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм достарының тілегін жерге тастамай, топ болып Харам мешітіне баруға келісім берді. Мұсылмандар мешітке келгенде бір топ мүшриктер де сонда отырған. Жайғас болған соң Әзірет Әбу Бәкір аптыққан көңілін ауыздықтай алмай кәпірлерге қарап, Аллаға иланудың қажеттілігін, иманның қасиеттілігін, пайғамбарға сенудің, оған ерудің жемістілігін, пұттарға табынудың адасушылық екенін айтып жар салды. Онсызда тиісерге қара таппай кіжініп отырған мүшриктер де Әзірет Әбу Бәкірге бас салып, әп-сәтте қан жоса қылды. Өз руының бірнеше жігіті араласпағанда мүрдем кетер ме еді? Темір тақаларымен аямай тепкілеп, қолдарына түскен нәрсемен аяусыз төмпештеген соң не жаны қалсын, Әзірет Әбу Бәкір сол жерде талып қалады. Үйіне көтеріп әкеліп жатқызған соңда жанашырлары жанынан шықпай бәйек болады. Кешке дейін тілге келмеген ол күн батқан шақта тіршіліктің белгісін байқатып көзін ашты. Әрбір қимылын қалт жібермей қадағалап, басында күзетіп отырған жолдастарының көздері күлімдеп бір-біріне қарасты. Оның бірінші сұрағы: «Расулалла аман ба? Мүшриктер оған тіл тигізіп еді ғой?» болды. Міне, қанша қиналып жатса да Әзірет Әбу Бәкір дініне беріктіктің, достыққа адалдықтың ұлы өнегесін көрсетті. Өзінің не халде екенімен шаруасы жоқ, ыңырсып, ыңқылдап жатып, екі жихан сұлтаны Мұхаммедті саллаллаху алейхи уәссәләм уайымдап, көзімен көргенше жаны жай таппады. «Ау, таң атқалы нәр таппадың, ең болмаса су ұрттасаңшы», деп құрақ ұшқан анасына: «Жаным, анашым, сенен бір өтінішім бар». Хаттаптың қызы Үмі Жәмилге барып, Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм туралы сұрап білсе қайтеді? Соның саулығын естігенше тыным табар емеспін. Бұл күйде тамақта батпас, ішкенім ірің болар, деді қинала сөйлеп. Мұны естіген ана байғұс тағат тауып тұралсын ба, салған бойда ұлының айтқан адамына келді. Үмі Жәмил иман келтірген бақытты әйелдердің бірі еді. Ұлының халіне жүрегі сыздаған ана Үмі Жәмилге Әбу Бәкірдің айтқандарын айны қатесіз жеткізеді. Бірақ пайғамбарымыздан алған әр істе сақтық сабағы бойынша Үмі Жәмил: «Мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм жайлы ештеңе білмеймін. Қаласаң, Әбу Бәкірге бірге барайық, өз аузымнан естісін», дейді. Негізінде Үмі Жәмилдің Расулалладан хабары бар еді. Мәселенің анық-қанығына көз жеткізу үшін осылай жауап берді. Әзірет Әбу Бәкірді көзі көгеріп, бет-аузы ісінген күйде көрген ол: «Сені осынша азаптап қорлағандар азғындықтарының қайтарымын Құдайдан тапсын», деп айтып салғанын өзі де байқаған жоқ.
Үмі Жәмилден соң Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам амандығын естігенімен жаны жай таппаған Әзірет Әбубәкір қайтсем де оны өз көзімен көруім керек, әйтпесе жүрегім тыным табар емес, дейді. Шеше сорлының баласы дегенде шығарда жаны бөлек емес пе? Бұл жолы да шырпыр болып: құлыным-ау, мына түріңмен қалай сыртқа шықпақсың? Жүре де алмайсың ғой, деді. Бірақ әлемнің нұрына Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам деген сүйіспеншілік адал достың дегбірін қашырып, басқалардың айтқанын тыңдауға ерік бермеді. Ақыры болмаған соң қас қарая бір жағынан анасы, екінші қолтығынан Үмі Жәмил демеп ақсаңдаған күйі Дарул Акрамға келеді. Табалдырықтан аттар аттамас Әзірет Мұхаммедті көріп қуанғанынан: сенің жолыңа ата-анамның да жанын пида етейін, уа Алланың Расулы, міне мен де келдім. Залым Утба ибн Рабиғаның бет-аузымды қанға бөктіргені болмаса тәуірмін. Сенің амандығың дәтке қуат, деді де анасын нұсқап: мынау менің анам. Осы асыл адам үшін Аллаға қол жайып иман нәсіп етуін тілесең деген көптен көкейімді жүрген арманым бар еді. Соның бүгін реті келген сияқты. Сенің құрметіңе кешірімі мол Алла оны тозақ отынан сақтайтын шығар, деп жалғастырды. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айнымас досының тілегін екі етпестен дұға оқыды. Ықыласты батаның қайтарымы болып Әзірет Әбубәкірдің анасы Үмі Хайыр көп ұзамай бақытты мұсылмандар санатына қосылды.